Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы көмектес септік. Бүгінгі сабақта көмектес септік жалғауларын білесің. Өз пікіріңді дәлелдеуді үйренесің. Балалар, көмектес септігіндегі зат есімдер кіммен, немен, кімдермен, нелермен деген сұрақтарға жауап береді. Көмектес септігі атау септігіндегі сөздерге мен, бен, пен жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды көмектес септік жалғау деп атаймыз. Балалар, 69-шы жаттығуға қараймыз бәріміз. Сөйлемдерді көшіріп жаз, сөйлем мүшесіне талда. Көмектес септігіндегі сөздерді сөйлемнің қандай мүшесі болып тұрғанын айт. Мұхиттар теңіздермен жалғасып жатыр. Ақбидай күннің нұрымен, жаңбырдың суымен өседі. Гүлсім табиғатты аялау туралы әңгімені зор ықыласпен тыңдады. Марат мұз айдынға атасымен келді. Оқушылар, орындап болсақ, тексерейік. Мұхиттар теңіздермен жалғасып жатыр. Мұхиттар не істеп жатыр? Мұхиттар жалғасып жатыр. Баяндауыш. Нелер жалғасып жатыр? Мұхиттар. Бастауыш. Нелермен жалғасып жатыр? Теңіздермен. Толықтауыш. Көмектес септігінде тұрған сөз сөйлемде толықтауыштың қызметін атқарады. Ақбидай күннің нұрымен, жаңбырдың суымен өседі. Ақбидай не істейді? Өседі. Баяндауыш. Не өседі? Ақбидай. Бастауыш. Ақбидай қалай өседі? Күннің нұрымен, жаңбырдың суымен. Пысықтауыш. Көмектес септігінде тұрған сөз сөйлемде пысықтауыштың қызметін атқарады екен. Гүлсім табиғатты аялау туралы әңгімені зор ықыласпен тыңдады. Гүлсім не істеді? Тыңдады. Баяндауыш. Кім тыңдады? Гүлсім. Бастауыш. Нені тыңдады? Әңгімені. Толықтауыш. Қалай тыңдады? Зор ықыласпен. Пысықтауыш. Қандай әңгімені тыңдады? Табиғатты аялау туралы. Анықтауыш. Көмектес септігінде тұрған сөз сөйлемде пысықтауыштың қызметін атқарады екен. Марат мұз айдынға атасымен келді. Марат не істеді? Келді. Баяндауыш. Кім келді? Марат. Бастауыш. Кіммен келді? Атасымен. Толықтауыш. Қайда келді? Мұз айдынға. Пысықтауыш. Көмектес септігінде тұрған сөз сөйлемде толықтауыштың қызметін атқарады екен. Ал енді балалар, жұмбақты оқып шешуін табамыз. Тұмсығымен ояды, ұя салып қояды. Табындаршы балалар, ол қандай құс болады? Қарамен жазылған сөзге сұрақ қой. Бұл қай септіктің сұрағы? Дұрыс айтасыңдар балалар. Жұмбақтың жауабы тоқылдақ екен. Балалар, сен білесің бе? Тоқылдақ ұсақ және орташа келген орман құсы. Елімізде тоқылдақтың 9 түрі кездеседі. Көктемде тоқылдақтар ағаш діңіне 2,5 метрден биік құстарда ұя жасап, балапан шығарады. Тоқылдақтың негізгі жау тиін тоқылдақ жұмыртқаларын жеп, ұясын бұзып кетеді екен. Қарамен жазылған сөзі немен деген сұраққа жауап береді. Немен? Көмектес септіктің сұрағы. Есінде сақта. Көмектес септік сұрақтары кіммен, немен, кімдермен, нелермен. Көмектес септік жалғаулары мен, бен, пен. Мәтінді түсініп оқы, мәтінге ат қой. Құрлықтың айналасумен қоршалған бөлігі арал деп аталады. Бір-біріне жақын жатқан аралдар тобы аралдар шоғырын құрайды. Оны тобарал дейді. Теңіз толқындары жүздеген жыл бойы жағаны шайып бұзады. Одан құрлықтың белгілі бір өңірін бөледі. Әуелі әлгі жер бөлігі құрлықпен жіңішке мойнақ арқылы жалғасып жатады да түбек деп аталады. Бірте-бірте мойнақты су бұзғаннан кейін арал пайда болады. Бұл мәтінге арал деген ат қоюға болады. Мәтін ішінен көмектес септігінде тұрған сөздерді тауып, өз пікіріңді сызбаның көмегімен дәлелде. Мысалы, сумен. Бұл көмектес септігінде сөз, өйткені немен деген сұраққа жауап береді. Су түбір сөзге мен көмектес септігін жалғауы жалғанған. Осы мәтін ішінен көмектес септігінде тұрған басқа да сөздерді тауып, өз пікіріңді дәлелдеп сызба арқылы дәлелдеп көр.
Жарайсыңдар балалар, тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Келесі кезекті шығармашылық үзіліске берейік. Сөздерді оқы, тек көмектес септігіндегі топтарды таңда. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы дұрыс орындады деп ойдамын. Өзіңді тексер. Көмектес септігінде тұрған сөздер қылқаламмен, кітаппен. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта көмектес септік жалғауларын білдің, өз пікіріңді дәлелдеуді үйрендің. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.